қайырлы таң. Кеше ғана жыл таңдауынан кейін бүгін менде тағы бір показ. Қазір соған қарай бара жатырмын енді. Етіктің өзінде әрең келе жатырмын. Қандай? Ой, әдемі көрініс таңертеңгісін. Бізде Доспазан жанында болады показ. Сәттілік. Мен көзім деген ісіп кеткен. Неше 4 сағат ұйықтағам. Сынада көңіл-күй керемет. Бізде осы бутиктің бүгін показы. Күшті киімдер. Бізде бүгін образ тағы да қызыл помадамен. Қандай қызық показ. Қараңыздар, менде қандай коллекция. Өте тренч. Өте көңіл-күй тамаша, ауа райы да тамаша. Жаңа ғана репетицияны бітті. Қазір енді показның уақытын күтеміз. Бүгінгі показ өте жақсы болады. Ең қызығы показда бізге коллекцияны жасаған тіккен қыз 16 жаста. Ойлаңызшы, 16 жаста. Қазақстан Fashion Week'ке де қатысқан екен. Осындай жастар көбейе берсін. Керемет коллекция, тіптен керемет. Сонымен кешегі атмосферадан кейін бұл атмосфера жан дүниемде ұзаққа дейін қалады. Барлықтарыңыздың қолдауларыңызға, жіберіп жатқан фото, видеоға да үлкен рахмет. Такое все везде новогоднее. Мен халапеньо, мен ең жақсы көретінім острый и пепси хардис. Бургердан көбінесе хардисті жақсы көремін. Ас болсын, мында керемет, көңіл-күй, атмосфера күшті болып тұр. Әмді енді қызыл помадам жеп қоямын қазір. Без горячий шоколад, бәрі күшті болып тұр. Шашында дұрыста, мына жақта шашын. Звук убираешь? Звук уберешь? Звук уберешь всегда. Ты не видишь, да? Қазір менің құрбым қытайша сөйлейді. Аузымда ашып қалыппын ғой, сөйлеп жатқан кезде дайындалып жатқанда түсінбедім ештеңе. Мен жамандап отқан жоқсың ба? Да, бүгін жетісі, бірақ мен жаңа жылдық
сыйлықтар алып бастады. Ең қызығы ол ең жақын құрбымнан. Вот это не Настя такого я хотела. Это же боксы для этого. Сенің косметикаларын көбікпен білем айтыр. Айнасы бар ішінде. Блин, классно. Очень удобная вещь на самом деле. Спасибо. Классно. Мне нравится. Хатту надо. Обязательно буду пользоваться. Рахмет. Рахмет. Так, енді менің сыйлығым. Сверху посыпать конфетти арахис. Нет, ничего не надо. Клубник, киви, клубника и вот этот испанский виноград. Бір киви ананас и бір испанский виноград астында. Менде экзотик и фисташки. Один кислый, один сладкий. Да, у меня точно так же один кислый и один сладкий. Фисташки классные, кстати, я в тот раз пробовала. Приятного. Я впервые пробую. Ага, хорошо, нет. Почему 5 тенге? Да, бір кітап сатып алдым. Екінші болма. Деп аталады. Бірінші болма. Бірінші бол. Как раз-то нужно. Вот тут такая вялая. Депрессия у него. Бүгінгі күн керемет өтті. Келген Динара бұлай болып келген мен негізі осылай. Привет, қаңғай, осылай. Енді іштегі мотиватор Динара оянды. Гүзел аға рахмет. Жан ғой менің. Түсеміз. Осымен бүгінгі блог аяқталды. Көп түсірмесем себеп түсіретіндей болған жоқ мен шынымды айтсам. Барлықтан жақсы көремін. Алда керемет қызық видеолар болады. Старшын неткен әдемі сыйлық бұны қыздарым өз қолдарымен жасапты. Екі қыз өз қолдарымен ашқан кездіктен керемет мұнда. Мен ойламаған нәрсе шынымды айтсам. Барлық пожелания, тәттілер еңін ататыным. Мұнда әртүрлі съемкаларда, мұнда съемкалардағы суреттер. Содан артында бар екен съемкадан суреттер. Жыл таңдауында, мисс кезіндегі. Мына жерде менің ең жақсы көретін суреттерімнің бірі. Керемет идея негізі. Қыздарым бұны өздері жасағанына мен таң қалғаным бар. Керемет. Үлкен рахмет қыздар. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Мен қазір Жазираны күтіп тұрмын. Телефоны алмайды, сонымен өзім араласмай. Жаман көрем күткенде немесе уақытымды құрылса алғанда. Біз арғы бастан пицца алатым. Мына жаққа келе жатырмыз ұялмай. Хорошо, душевные посиделки. Біз 2 пицца заказ бердік. Коламен. Бәрі мен таусамын. Ас болсын бізге. Открываем. Что не хочется тогда? Ладно, читай, читай. Кайфово. Не жалко, что ты я родитель. Удачи тебе снова. Это точно.
Угадала? Мынаны кім оқығысы келмейді айтыңдаршы, кім оқығысы келмейді? Бүгін негізі керемет кездесу болды. Сыйлаған кітабы енді қатты ұнады. Негізі өзім де ойлап жүргем, жаңа жылға көп кітап алып, соларды оқысам деп. Жақсы сезімде болып тұрмын. Бүгін мен қостықсасаңыздар болады, себебі ата-анама екінші ректордың атынан алғыс хат алдым. Бүгінге жақсы жұмыстар атқарылды. Өте қатты қуаныштымын. Сондықтан кездесу осымен бүгінгі влог кездесумен аяқталды. Керемет. Алғыс хат тіптен. Сосын ең қызығы болды. Бағана қызық айтам деп магазинге кіріп кетіппін. Енді қызық былай болған бүгін. Алғыс хат марапаттауынан кейін бүгін мені түсірілімге шақырды. Түсірілімде ата-анаңа қоңырау шалып, мен сені жақсы көрем деген сөз айту керек болды. Бірінші анама звондадым. Оның реакциясы мен де ой жаным дегендер болды. Ал енді ең қиыны әкеме болды, себебі әкеме оны басқа істермен де былай кейде құшақтап, басқа істермен де көрсетсем де жақсы көретінімді, бірақ мен сізді жақсы көрем деген сөзді тіке айтып көрмеппін. SMS арқылы айтамын, бірақ былай шын өмірде тура айтпаппын. Бүгін айтқан кез не болды саған дейді, ең қызығы. Ештеңе дедім. Сосын ең қызық реакция ол. Қызық екен, киноларда айтады ғой осындай сөздерді дейді. Түсіріліп жатқандар бәріне қызық болды. Ең бір білмеймін. Түсірілім негізі керемет өтті. Түсірілімнен кейінгі менің эмоциям, өзім қобалжып кеттім. Сондықтан мен сияқты сәтке түспей, одан да күнде ең жақын жүрегіңіздегі адамдарға жақсы көретініңізді міндетті түрде айтыңыздар. Ал бүгіндікке влог осымен аяқталды. Келесі күндердегі қызықтармен бөлісеміз. Достар, қалдарыңыз қалай? Менде бүгін қызық күн. Бүгін мен корпоративкада снегурочка боламын. Біз келдік ресторанға. Осында қазір басталуына 1,5 сағаттай уақыт бар. Өз шығатын номерімді күтіп отырмын. Макияжды бүгін өзім жасадым. Өзіме ұнайды. Жаңа выступлениеге шығар кездегі қобалжу болмаса, одан кейін қобалжу тіптен болған жоқ. Көңілге жақсы бердік деген ойдан. Өзімнің шыққаныма ризамын. Менде осындай менде бүгін образ. Ал 2019 жыл барлығымызға құтты болсын. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Міне қазір сағат 10:30, 1,5 сағат қалды 12-ге дейін. Таңертеңнен бастап дайындалдық. Стол жайдық. Қазір үйдеміз. Жаңа ғана қонақтарға барып келдік. 12-ге дейін үйде боламыз да, жаңа жылды үйде қарсы алып, 12-ден кейін тағы да туысқандарға қонаққа шығамыз. Жақсы жыл болсын, жаңа жыл құтты болсын, тағы да өте жақсы қарсы алыңыздар. Көңілге өте керемет болып тұр. Бүгін дайындаған заттарымды көрсете кетейін. Шағын ғана өзіміздің отбасымызға болатын етіп кішігірім стол жасадық. Мінекей жаңа жылда кішігірім біздің дастархан. Ең басты торт, жақсы көретін оливье, винегрет салаттарым, мандарин, апельсин, ананас жақсы көрем қатты. Және бүгінгі балық уылдырығымен мінекей. Ас болсын. Ал бізге ыстық тамаққа манты болды бүгін. Солай ең қызық нәрсе. Қазір жаңа жылдың күтіп алуға жарты сағат уақыт қалды. Ал мен
Бүгін салют те атпаймын. Жылдағыдай шарда жүрмаймын. Тіпті бенгальский шамдарды да алмаппын. Жаңа жылда мен осылай қарсы аламын ба? Мен салюттан бір жағынан қорқамын. Бір жағынан оны білмеймін. От шашу дұрыс деп қатты санай бермеймін. Салют атпағалы 10 жылдың шамасы болды. Бірақ жылда үлкен шар, отпен жанатын шар ұшатынмын. Бірақ осы жыл алуды ұмытып кеттім. Сонымен осы жылға бәрі 0-0 болып тұр ғой. Енді білмеймін. Ең бастысы ол емес деп ойлаймын. Ең бастысы біздің көңіл күйіміз, жақсы қарсы алуымыз болды. Бұл салютсыз ақ, шарсыз ақ, барлық нәрсе болар, нәрсе болады. Құдай қаласа. Жағымды жаңалыққа, қуанышты сәттерге толы болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Не болды? Далаға шығамыз қазірбіз. Жаңа жыл құтты болсын. Осы бүгінгі көңіл күй бір жылға дейін жетсін. Тура осындай көңіл күймен 2019 жылды шығарып салыңыз. Барлығы өз ойыңызда де болып, жоспарларыңыз орындалып, ең бастысы бастарыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Келесі жылға аман есен жетіңіздер, қалғандар аман болсаңыздар, қалғанның барлығы болады. Сондықтан Алла бізге өмір берсін. Жақсы қарсы алдық. Бәрі жақсы, Құдайға шүкір. Осы күнге дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін барлығына мен үлкен рахмет айтамын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Үлкен шаш жіберіп едім, барлығы ирек болып тұр. Мына сағатты осыдан 3-4 жыл бұрын маған әкем тура жаңа жылға сыйлаған болатын. Швейцариялық сағат, Романсон. Ең ұнайтыны алтынмен қапталған. Өте бағалы мен үшін. Сондықтан бұл сағатпен неше жылды бірге қарсы алып келе жатырмыз. На небе звезд, нас с тобой на Санторини. Среди белых стен, там на небесах соединили тысячами лет. Нас с тобой на Санторини.